Біз жақсы өмірге ұмтыламыз. Жақсы, жайлы жұмыс істегенді қалаймыз. Ойланыңыз, егер сіз жұмысыңыздан жартылай болсын ләззат алсаңыз, бұл сізге берілген керемет нығмет. Өйткені оған да жете алмай жүргендер өте көп. Бұл шындық, ал шындық жеңіл келмейді. Шындыққа талпынған адам ғана қол жеткізеді. Кез келген істе сіз ұнатпайтын жайттар кездеседі. Тіпті жоғары сот болсаңыз да, сізге жұмыста ұнамайтын сәттер болады. Оларға жұмыстың бір бөлігі ретінде қараңыз. Оларға көңіліңіз түспесін, олар сіздің жұмысыңызға зиянын тигізбесін. Ауыр жұмыс ешкімге ұнамайды деген өтірік. Біз бір затты бақылаудан шығарып алуды ұнатпаймыз. Мәселен, жеке өмірді немесе қоршаған ортаны бақылаудан шығарып алу әбден мүмкін. Мұның бәрі менің басымнан өткен. Кейде маған уақыт жетпей жатады. Сол кезде жек көремін. Бір мезетке тоқтап, ойланып, ой жүгірткім келеді. Бәрімізге бірдей уақыт берілген. Ешкімде артық уақыт жоқ. Ертең бизнес бастағанда уақыттың қандай шектеулі екенін түсінесің. Жастарға айтатыным, уақытыңды өзіңе ұнайтын іске арна, өміріңді өзіңе маңызды іске арна. Өзіңе қызықты нәрсені іздеп тап, өміріңді соған арна. Ұнамайтын іспен айналысқан адам, ол істе ешқашан керемет жетістікке жетпейді. Тағы да айтайын дегенім, әр жас азамат карьера бастар алдында өзінің таңдауына өте мұқият болу керек. Өйткені көп жастар өздерінің жоғарыдан біткен таланттарына сеніп қалған. Мен де солай қателескенмін. Әр адамда өзіне жоғарыдан берілген талант болады. Біреуде көбірек, ал біреуде азырақ. Біреу туыла сала әдемі болса, біреулер математикаға жақын. Біреулерге басқа таланттар бұйырған. Алайда таланттар сенің тағдырыңды анықтамайды. Сенің таңдауың сенің тағдырыңды анықтайды. Біреулер мен бәлемін, мен түгемін деп мақтанады. Бірақ бұл мақтанатын зат емес. Оған сен қол жеткізген жоқсың. Ол жай ғана саған жоғарыдан берілген. Тек өзің қол жеткізген нәрсені ғана мақтан тұтуға болады. Мен мектепте жақсы оқыдым. Оқу деген маған жеңіл болатын. Мықты оқушылардың қатарында болдым. Математикада мықты едім. Жасым ұлғая мен түсіне бастадым. Мен үшін бұл мақтанатын зат емес екен. Маған бұлар тек жоғарыдан берілген сыйлық қана. Мен бұларды құрал ретінде қолдана отырып, өзім көздеген мақсатқа жету керектігін ұқтым. Мен істей алмаймын деп ойлаған нәрселерді істеу керек. Өзіңді ыңғайы төмен жағдайға қоя білу керек. Жастарға айтамын, сенде таңдау бар. Жеңіл және комфортты өмір сүру, немесе шытырманға толы өмір сүру. Қайсысын 90 жасқа келгенде ауыз толтырып айтуға болады. Қай өмірге сен риза боласың? Әр кәсіпкерге айтатын кеңесім, өзің жан тәніңмен ұнатқан іспен айналыс. Алғашқы интернет компанияларына қарасақ, олар өздері қызығатын істермен айналысты. Интернет модаға кірместен бірталай жыл бұрын, 1999 жылға дейін бізбен ешкім санаспады. 6 жыл бойы біз өзімізге ұнайтын іспен айналыстық. Әке-шешелеріміз бізді қуғынбай санайтын. Қазір сол кездері мен өте жылы еске аламын. Қазір ол әке-шешелер балдарына мақтанышпен қарайды. Стартап бастағанда модаға ілеспе. Өзіңе ұнайтын істі таңда. Тек өзіңе ұнайтын іс емес, қоғамға пайдалы іс болсын. Өзіңнің айтқанында нық тұр. Сені көтеріп әкететін толқынды күт. Қай іспен айналыссаң да, ол істе тәуекел болады. Тәуекел прогреске жетудің компоненті. Тіпті сен әлемге су жаңа іспен айналысуың мүмкін. Географиялық ашулар немесе ғылыммен айналысуың мүмкін. Бірақ ең маңызды айтатын нәрсе, әр табысқа жеткен адам өмірінде бір күні тәуекелді қабылдау арқылы қазіргі күніне қол жеткізіп отыр.